Біздің Қазақстанда қазір қалып тұрған жоқ сән саласынан Мгм. өте мықты. Неге басқа жаққа барып көрмеске? Неге өзіңнің мықты екенін дәлелдемеске? 24/7 жұмысыңа да беріліп кетуге болмайды. Мгм. Отбасыңа да көңіл бөлу керек. Енді тағдырдың туралаңы бар, бұралаңы бар. Жалпы енді қандай бір қиын тұстары болды және оны қалай жеңе алдыңыз? Өте қатты қиналдым, Мгм. бірақ та Алланың қалауымен, сол анамның мотивациясы, жолдасымның қолдауымен, Аллаға шүкір қазір реттеліп келеді. Армы әлеумет, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл Өскемен қаласында көгілдір экранға алғаш рет жол тартып отырған деп айтасың ба подкастына қош келдіңіздер. Біз бұл жерде маңызды дүниелерді бүкпесіз, бұқпасыз барлығын ашық түрде айтуға тырысамыз. Бүгінгі біздің қонағымыз нәзік жанды болса да, қазіргі таңда беделі биік, өзінің саласында, өзінің кәсібінде көптеген жетістікке жетіп, кәсібін нәсіпке айналдырған Мөлдір Асқарқызы. Мөлдір ханым, қош келдіңіз. Енді ең алдымен өзіңізді осы келе жатқан ұлы мереке, халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Енді қазір өзіңіз нәзік жанды болып, мына өмір деген жалпы үлкен бір айдында өзіңіздің жолыңызды тауып, даңғыл жолыңызға түсіп, қазіргі таңда енді көптеген шәкірттеріңізге өнеге болып отырған, естіп жатырмыз, көптеген кәсіптің жаңағы тетігін тауып, sonra дөңгелетіп отырған, енді қазіргі қоғамның арасында елдің назары ауып отырған азаматша екенсіз. Бұған дейін таныс болдық. Енді мен алғашқы сұрақтарымда былай деп бастасам, жалпы маған сіздің балалық шағыңыз, туған жеріңіз туралы білген өте қызық. Жалпы қай жерден тумасысыз, балалық шағыңыз қалай өтті деген сияқты осыған жауап берсеңіз. Бірінші баршаларыңызға сәлеметсіздер ме? Есімім Асқарқызы Мөлдір. Негізі мен туған жерім Зайсан қаласы, сол жақта дүниеге келгем. 2 жасымнан бастап жаңа Бұқтырма кентіне сол жаққа мамаларым көшті. Сол жақта балалық шағым Бұқтырмада өтті. Негізі енді өскен жерім Бұқтырма. Туған жерім Зайсан болғанмен де өскен жерім Бұқтырма. Бұқтырмада 9 сыныпқа дейін сол жақта білім алдым. Нөмір 1 мектеп жаңа Бұқтырмадағы қазақ мектебі. Бала кезден негізі отбасында жалғыз баламын. Анашым ғана бар, әкем жоқ. Бірақ анам мені өмірде андай мықты қылып тәрбиелеп үйретті. Бала кезден өнерлі болдым, биге қатыстым, әнді айттым, сахна десе прям жақсы көремін өзім бала кезден. Енді активный бала болдым. Шығармашылыққа жақын болдыңыз. Өте жақын болдым, мектепте де жақсы оқыдым. Бәр жағынан жұмыс болса да, енді бәрін алғанға тырыстым. Анам да өзі сондай пысық адам, и анам да солай тәрбиеледі. Мынандай кішкентай кезімнен кәдімгідей ақша қайдан келетінін бәрін үйретті ғой. Сол анамның арқасында. Өте тамаша. Жалпы енді балалық шағыңыз көбіне осы анаңыздың тәлім тәрбиесінің, анам, атам, апам. қазіргі күнге дейін сол анаңыздың жанындасыз ғой. Өте тамаша. Енді осы әлеуметтік желідегі көрермендеріміздің көпшілігі өзіңізді сол жаңағы анаңызбен бірге кәсіп жасағаныңызбен, немесе осы жуық арада TikTok әлеуметтік желісінде өте мол танымалдылыққа ие болған жаңағы пародияларыңызбен танып жатады. Енді негізінде өзіңіздің қазіргі іс қылып жүрген кәсіпке айналдырған салаңыз сән саласы ғой. Жалпы осы сән саласына қалай келдіңіз? Және де енді білуімше сіздің оқыған мамандығыңыз енді бұл сән саласының ауылынан алыс көрінеді. Жалпы енді басқа сала болса да өмірдің ағыны қалай осы сән саласына әкелді? Жалпы осы салаға қалай келгеніңіз жайында айтып берсеңіз. Сол 9 сыныптан мен айтайын, негізі мамандығым мен юрист, экономист, финансист мамандығын бітіргенмін. Сотта жұмыс істедім мамандықпен, 2 жылдай жұмыс істедім. И 2014 жылы биге барып жүрдім лезгинкаға. Жамал деген бар, танымал қазір енді Өскеменде. Сол кісіге биге барып жүрдім. Сол жерде Александра деген қызбен таныстым, Саша деген. И ол қыз маникюр жасайды екен. Мысалы, енді біз Өскеменге келген кезде ауылдағы үйіміз ауылда қалды да, и Өскеменде мамам да Өскеменге менімен бірге келді, квартира снимайттадық. Енді білесіздер, үй алу керек болды. Ал енді соттағы зарплатамен үйге жетпейді. Тек қана сол білесіздер, снимать еткенге ғана жетеді, жалдау үшін ғана. Енді мақсат қойдым, маған көп ақша табу керек, анама көмектесу керек. Анам ол кезде кондуктор болып жұмыс істеп жүрді автобуста, Маратемде. И сол Сашамен таныстым, ол айтады, мен айына 300 мың табамын дейді. Ал ол кезде ол ақша судьялардың табатын ақшасы, жалақысы. Ол қалай? Мені үйрет. Ол кісінің артынан қалмай қойдым. 2014 жылы менде отпуск болды сотта 40 күндік.
И о қызға бардым, мені үйрет, сән саласына үйрет, мен үйренгім келеді. Ол кезде орысша да дұрыс сөйлей алмаймыз, бірақ айтылғандай бой бермеспен үйрет. 10 күннің ішінде үйреніп алдым да, одан кейін 1 ай сол қыздың қасында жұмыс істедім процентке. И сол кезде мен 120 000 теңге таптым. Мә, ақшаның бәрі мына жерде екен ғой. И андай графигін да өзің білесің, қай кезде барсаң да өзің білесің. И андай адамдарға қуаныш сыйлайсың. Бір жағынан сол ұнады. Мә, қандай күшті істеп бердің, мә, күшті, маған ұнады, рахмет деген. И мен ойладым, мен сән саласына кету керекпін, осы менің жолым деп. Бір түйсік болды ғой, осы сала сенің салаң деген сияқты. Өзім әдемілікті жақсы көрем, яғни адамдардың андай рахметін алған маған өзіме ұнайды. Өзім сондай мейірімді адаммын да. И осы сән салаға сөйтіп келдім 2014 жылы. Содан басталды. Керемет. Жалпы енді негізі бір кездейсоқ деп айтуға болатын сияқты, бірақ менің ойымша өмірде ештеңе кездейсоқ емес сияқты. Барлығының да бір арғы жағында бір адамға жасалған бір ғибрат бар ғой. Енді бұл сән саласына келуіңіз енді қазіргі таңда өзінің жемісін беріп отыр. Енді бір кездері енді естуімше өзіңіздің сән салоныңыз болған екен, осы Өскемен қаласында. Жалпы енді сол сән салонының ашылуы қалай қолға алынды, қалай ашылды, жалпы осы жұмыс барысы қалай болған жайында айтсаңыз. 2014 жылы енді мен ол кезде үйрендім маникюрді. Сол кезде Алматыға білім алдым, барып енді оның бәрін оқу керек болды. Ол кезде ақша да жеткен жоқ. Мамам Каспийден кредит алып беріп 500 000, мамамның арқасында енді бәрі бірінші Алла, екінші анамның арқасында Алматыға барып білім алып келдім. Алматыдан келгеннен уже өзіңе андай сенімді болып тұрасың ғой. Мә, мен мықты мастермін деп. Одан арендаға жұмыс істеп жүрдім, қыздармен бірге жұмыс істедік. И одан кейін ойладым, 2017 жылы өзім салонымды ашу керекпін. Арендаға болса да мен мөлдір салон деген болу керек. Мен адамдар тану керек. 2017 жылы Космический 13-тен арендаға салон алдым. Соның үшін бәрін анам екеуміз ремонтын жасадық. Мен тек қана сән саласында бір ғана услуга жасамаймын, бәрі услуганы жасаймыз, себебі бізге ол кезде клиенттердің бәрін ұстап тұру керек болды. Егер бір услуга болса, ол кетіп қалуы мүмкін басқа біреуге деген сияқты. И 2017 жылы сол жерде арендаға қалдық. И бір 3 ай жұмыс істедік. Кәдімгідей жұмысымыз жақсы жүре бастады. Ең соңғы клиенттердің жұмыс істейтін мен салоным болды. 24-7 сол жерде қона салатынбыз мамам екеуміз. Өйткені жұмыс істеу керек болды, үй алу керек болды. Жұмыс істеп жүрдік. И ана кісі айтты, мен сатуға қоям. Ал мен ол жерде уже үйретіп алдым. Кісілердің бәрі уже кәдімгідей жақсы келіп жүр, клиенттерім өте көп. Сатып алайық деп шештік. Бірақ қалтамда 500 теңге ғана ақша. Бірақ салон менікі. Мен как-то андай сездім да, бұл мен нәрсем. Алла тағала маған бір соны беріп тұрған сияқты. Даму деген программа шыққан. Осы Қазақстанда өзіміздің, білесіздер, 6%-пен береді. Дамуға бардым, документтерін 3,5 ай жинадым, и сонымен алдым 6%. Өте тамаша, керемет. Жалпы енді жаңа айтып жатырсыз ғой, мына клиенттерге қызмет көрсету барысы ерекше болды. Тек қана бір қызмет қана емес, мысалы, бір сән салонының ішінде бірнеше қызмет. Анам екеуміз услуганың бәрін жасадық. Өте керемет. Жалпы енді сіз анам екеуміз деп айтып қалғанда көкейіме бірден 2 сұрақ ұялап отыр. Ең алғашқы қоятын сұрақ, мына алғашқы клиентіңіз есіңізде ме? Міне, мысалы, сән салонын аштыңыз, барлығын жабдықтап қойдыңыз. Ең алғашқы келген клиентіңіз енді біріншісі болғаннан кейін бір әсер қалдыратын шығар. Студент кезіндегі қыздарым келді, подружкаларым келді, сол ауылдағы құрбыларым келді, басында туыстарым қолдады. И мамамен айттым, контроль жұмыс істеп жүрді да, и мамам визиткаларын таратты автобустың ішіне. Мен қызыма барыңыздар деп. Сосын Мызыға барып тараттым. Мен бұрын сондай болатын, қазір интернет сияқты емес, мысалы, немемен көрсете саласың. Бұрын қиын болды. Бірақ сөйтіп клиент жинап алдық. Жалпы деген өзі мына ана деген адам ақ жүрегін алып шығады ғой перзент десе қашанда. Енді бір көкейім ерексіз бір сұрақ келіп ұялап тұр. Жалпы енді айтып қалдыңыз, енді анаммен бірге көп жұмыс жасаймын, және подкаст басталғалы бері анамның тәрбиесі, анамның көмегі деп тіліңізге тиек етіп отырсыз ғой. Жалпы енді осы байқауымша анаңызбен бір қазіргі таңда бір серіктес сияқтысыз. Инстаграм парақшаңызда қарап қалсам, қызметтің біраз бөлігін сіз, біраз бөлігін анаңыз. 50-50. Мына TikTok әлеуметтік желісінде де жаңағы анаңызбен бірге параллель жасайсыз. Жалпы енді осы бұл үрдіс негізі көбінесе жастардың арасында белең алған ғой. Ал енді анаңыз соны қалай қабылдады ең басында? Анам негізі жұмысты, автобуста жұмыс істеп жүрді ғой. Автобус білесіздер қиын жұмыс. Таңғы сағат 3-тен 4-тен кетеді, түнгі сағат 11-10-ға дейін, демалмай жұмыс істеп жүрді. И бір момент болды. Анам таңғы сағат 3-те кетті жұмысқа. Мен балконнан қарап тұрдым, артынан біреу қуалап ұста қалмасын деген сияқты. Таңертең неше түрлі адамдар жүреді, мысалы, қорқасын. И мен Алла тағаладан дұға тіледім. Анам екеуміз 24-те 7 бірге болатындай
сондай бір қасымда болса екен деп, енді қазірден алла тағала сол дұғамды қабыл етті. Енді бәрібір алланың қалауымен анам қазір қасында. Анам да негізі бұрыннан мамам сән саласына жақын. Ауылда тұрған кезде қыздардың шашын бояп бере салатын, массажын істеп бере салатын, самоучка болып ауылда да клиент қабылдап жүрді анам. И негізінде сән саласына менің келуімнің анамның арқасында. Өйткені сол кісі жақын болды. Мен емес, анам жақын болған сән саласына. И сол кісі қатты қалағаннан кейін мен орындадым ол кісінің нәрсесін, енді осы салаға келгеніміз. Сол. Керемет. Жалпы енді осы сән салонын ашып, кейіннен осы 8 жылдық тәжірибенің ішінде шәкірт тәрбиелеп шығарған екенсіз. Яғни артыңыздан еретін ізбасарларыңызды қалыптастырып деген сияқты. Енді бұл шәкірт тәрбиелеу деген оңай іс емес қой. Шәкірт тәрбиелеу үшін адамның өзінің біліктілігі, өзінің білімі, өзінің санасына түйгені болу қажет. Енді сізді естіп жатырмыз, мына Ресейге, Түркияға, Грузия мемлекеттеріне барып білім алған екенсіз. Сол шетелдегі білім жайында айтсаңыз. Жалпы енді бізде мына шетелдегі білімді көбінесе мына оқу бағдарламасының білімі, жаңағы мемлекеттік бағдарламалардың білімі деген сияқты болып жатады. Ал енді мына енді сән саласында шетелден барып білім алу деген енді сөздің ашығын айтқанда оғаш көрінеді. Өйткені оғаш көрініс болғанда қоғамнан көп байқамаймыз. Негізінде өте бір адамға біліктілікті көп беретін нәрсе, бірақ та қоғамнан көп байқамаймыз. Енді кеше сіздің парақшаңызды қарап отырсам, бірнеше мемлекеттерде болған екенсіз, көрген екенсіз. Сол шетелдегі білім қандай? Шетелдегі сән саласы мен осы еліміздегі сән саласының айырмашылығы қандай? Біздің Қазақстанда қазір қалып тұрған жоқ сән саласынан. Өте мықты. Қазір адамдар өздерін кәдімгідей күтеді. Әдемілікті жақсы көреді енді. Кәдімгідей қазір байқасаңыздар болады, Грузия мемлекетіне, Турцияға анам тоже себепкер болды. Бірақ та мен ол кезде кірпіктің оқуын, мұғалімдікті оқып жүрдім Алматыға барып. И сол кісі мұғалім айтты, мен осылай конференция ұйымдастырып жатырмын Турцияда. Сіз келіңіз, 50% скидкамен жасап беремін. Сен ол жерде міндетті түрде бару керексің деп. Ол кісі маған мотивация берді, мұғалімім, ұстазым. И неге барып көрмеске? Неге Өскеменде ғана болды? Неге Алматы, неге Астана, неге басқа жаққа барып көрмеске? Неге өзіңнің мықты екенін дәлелдемеске? Адамдар үшін емес, өзім үшін. Яғни бір шекараны бұзу керек болды ғой. Өзім үшін. Анам қорқты, жалғыз өзің қалай барасың деген сияқты болды. Бірақ та барғаныма өкінбеймін. Керісінше ол жерде қаншама, мысалы, Россиядан келді, Қырғызстаннан келді, мықты мастерлармен таныстым. Олар осы сән саласында, енді ол кісілер енді уже 40-та, 45 жастағы уже өз орнын алған, өзінің брендтері бар, товарларын сатады, үлкен салондары бар, кәдімгідей 100 адамдай жұмыс істейтін салондары бар. И ол кісілерге қарадым да, неге мен осындай дәрежеге көтере алмаймын? Неге менде ондай болмайды? Неге Қазақстанда біз оны дамытпаймыз деген сияқты көргеннен кейін уже енді масштаб өзгереді. Мынандай жай ғана кішкентай үлкен нәрсені уже армандайсың, соны мақсат қоясың. Тамаша. Керісінше дәрежемді көтерді, адамдар уже сене бастады деген сияқты. Яғни тіпті шетелге білім алғанның өзінде де сол анаңыздың көмегімен, демеуімен болды ғой, Енді мына айтып жатамыз ғой, енді қарапайым мына үйдің ішінде жүрген кезде бір отбасының мүшелері ғой енді. Енді қашанда бір мәз мейрам күндері өте бермейді ғой. Енді өмір болғаннан кейін кейде бір қарама-қайшы пікір туындап қалады. Кейде енді мына қыз келіншектер жағы кейде анасымен бір қарама-қайшы пікірде болып қалады деген сияқты. Енді сіздер жай ғана бір жерде жүрмей, бір кәсіпті дөңгелетіп отырғаннан кейін енді кейде анаңызбен бір қалай айтсам, бір пікірдің кереғарлығы болып қалатын кездер бола ма жалпы? Жоқ, онда бізде андай ренжісу деген мүлдем болмайды. Тек бір пікірде бірге жасайсыздар ғой барлығы. Кәдімгідей енді келмей қалса, отырамыз да, мына жер ұнамай қалды, жарайды, болды, олай болмайды енді. Яғни таңдау бірге жүреді ғой сіздерде. Біз біргеміз. Өте тамаша. Керемет. Енді бұл шетелдегі білім қанша уақытқа жалғасты? Және де ең алғаш Ресейден бастадыңыз ғой, Түркиядан. Анталия қаласына бардық. Анталиядан. 10 күндей болды. Сол кезде мен салон сатып алдым. Мамам осы салонның ремонтын жасап жатты, ал мен оқуда болдым. Тамаша. Ал мына көбісі қазір енді Грузия мемлекетінде бір қызығушылық танытып отыр. Енді мына кейінгі жылдары осы қыз келіншектер әсіресе сол жаққа енді сапарлатып жатқан адамдардың қарасын көп көрдік. Дәл Грузиядағы оқуыңыз қанша уақытқа жүрді, қалай жалғасты деген сияқты? 1-7-де болды. 1 аптадай. 2 күндей демалып қыдырдық, 5 күн обучение болды. Тамаша. Енді
Жаңа подкасттың басында айта кеттік қой, енді нәзік жанды, Мгм. оның үстіне сіз өзіңіз де анасыз. Бір Мгм. жағынан енді біреудің қызы болып өмір сүріп жүрсіз, бір жағынан біреудің Мгм. анасы болып. Енді Мгм. бұл өте тамаша жайт сияқты. Енді отбасылық өмірде екі бірдей перзенттің анасы Мгм. екенсіз, екі бірдей бүлдіршініңіз бар екен. Енді бұл білесіз ғой, бұл баланың тәрбиесі деген Мгм. қашанда бір тыңғылықты қадағалауды, Мгм. өте көп уақытты, ерекше бір бөлінетін көңілді талап етеді. Өйткені бұл бала деген енді біздің ет жүрегіміз болғаннан кейін Мгм. ертеңгі күннің оның жасайтын іс әрекеті, басатын қадамы, сөйлейтін сөзі, жаңағы Мгм. тәрбиесі бәріне сол анасы жауапты. Мгм. Енді бұл кәсібіңіздің қазіргі деңгейі өте тамаша, жемісті кәсіп болды. Енді сол кәсіптің күйбең тіршілігімен жүрген кезде осы бала тәрбиесінде бір қиындықтар туындаған жоқ па жалпы? Жоқ, мен жолдасым негізі военный. Мхм. Жолдасымның да көмегі өте үлкен, ол кісіні де мақтап өтейін. Жолдасым мен әр ісімді қолдайды да, ол кісі декреттік отпускіді алды, баланы Мгм. қарап көмектесу үшін, бірақ та басқа да жұмыстары бар, тек қана бала ғана қарап отырмайды, ойлап қалмаңыздар олай. Кезек кезек қараймыз. Мысалы, Мгм. менде клиент болып қалдым ба, жолдасым қарай тұрады. Мен бос болдым ба, мен қараймын деген сияқты кезек. Немесе мамам қарайды. Үшеуміз бірге қарайық, үшеуміз бірге ақылдасып, үшеуміз бірге балалардың тәрбиесін қарап жүрміз. Ал мына бүлдіршіндеріңіздің енді анашым сізді сағындым, сізді көп көрмедік дейтін кездері болды ма бір? Жоқ, ондай болмайды. Менде қазір мен ана косметик салон сатып жібердім ғой осыдан 1 жыл бұрын. Мгм. Қазір тура үйдің астында 1-ші этажда салон. Яғни Ал салон өзім 7-ші этажда тұрамын. өте тамаша. Бір жағы өте ыңғайлы, Иә. жұмыс орныңыз бір ғимараттың ішінде Иә. тұрса, енді балаларыңызға да келіп қарасып кетесіз Көңіліме деген ана сияқты. мысалы үшін уақыт жағын келтіріп қоясың, тамақтарын беріп келесің деген сияқты Мгм. бәрін енді реттеп, кейде қасымда жүре береді. Үлкен қызым садикта, балабақшада. Кішкентайым ғана қасымда жүреді. Керемет. Жалпы енді бұл енді әңгімеміз отбасы турасында өріп жатыр. Жалпы енді отбасы деген мына тәрбиенің түп тамыры ғой, қайнар көзі. Мгм. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Мгм. Енді сіз өзіңіздің жылы ұяңызды анаңыздың тәлім тәрбиесін алып, кейін енді көкке самғайтын кезде сол тәрбиенің бір лебімен самғадыңыз. Мгм. Енді анаңыздан кереметтей бір ұшан теңіз көп тәлім тәрбие берілген екен. Енді қазіргі таңда өзіңіз осы тәрбие ісінде осы анаңыздан алған дүниені перзенттеріңізге беруге Мгм. қаншалықты тырысасыз жалпы? Тәрбие ісінде қандай бір қағидаларды ұстанасыз отбасыларыңызда? Мен андай балаларымды бүйтіп баспаймын ешқашан. Ананы Мгм. істеме, мынаны істеме деген бізде ондай жоқ. Менің балаларым өте андай, қалай айтсам болады, Еркін өседі. еркін өседі. Иә, Мгм. мен мысалы үлкен қызым дзюдоға барады. Мысалы үшін Тамаша. арасында бассейнге апарамын. Ошо ана арт терапия деген курсқа апардым. Сол кезде баламның басқа қырларын білдім. Осы Өскемен қаласында Балым деген ханым бар, сол кісі сондай курс өткізеді, қазақ тілінде кәдімгідей өте күшті. И сол кісіге апарған кезде менің қызым ән жағына өнері бар екен. Соны байқадым да, енді андай Қарақат бар ғой мектебі біздің Мгм. Өскеменде. Сол жерге апарайын ба деп отырмын енді қазір болашақта. Яғни шығармашылыққа баулу Иә. тұрғысында ғой. иә? Өзім негізі бала кезден әнші болғым келген. Мгм. Қатты дауысым болмаса да, бірақ сахнада болғым келді. Бірақ мен анамның арманын орындадым, мысалы сән саласына келді. Енді болашақта қызым мен арманымды орындаса деген сияқты ниетпен ғой. Өте Сахнада тамаша. болса. Ал жалпы енді мына енді қыздарыңыз да әкесіне, сізге қарап бой түзейді ғой. Мгм. Енді сіздің екі перзентіңіз де қыз бала иә білуімше. Иә. Енді олар да бір нәзік жанды бір балалар болғаннан кейін анашым мен де сіз сияқты әдемі болғым келеді, мен де сән саласында Иә. жүргім келеді деп айта ма? Айтады, мен кішкентай үлкен қызым негізі айтады, мен садикке жібермей ақ қойыңдар балабақшаға. Мен де клиенттерге макияж жасап ақша таба берейін дейді қазірден бастап. Бір жағынан көмектесіп. Иә, 5 жаста ғана. Мгм. Керемет. Кішкентай қызым да макияжды Яғни кәдімгідей 2,5-да болса да ерінді бояғанда шығармай бояйды. керемет. Яғни қыздарыңыз да осы салаға бес қой Жақын, қазіргі таңда. жақын, иә. Жақсы. Енді мына Мөлдір ханым, жалпы Мгм. қоғам бұл қашанда бір екіұдай пікірмен жүреді ғой. Мгм. Қашанда бір қарама қайшы пікірлер туындап қалады. Қандай мәселеге болмасын. Енді қазір әйелдер шыны керек ер азаматтармен менің ойымша терезесі тең. Мгм. Кәсіпте болсын, өнерде болсын, тіпті әлемдік саясат болсын. Қазір көптеген әйел азаматшалар тізгін ұстаған, бір Мгм. кәсіптің жаңағы тұтқасын ұстаған азаматшаларымыз көп. Мгм. Бірақ енді қоғамда кей адамдар бар, негізі әйел адамға бұндай дүние аса қатты қажет емес. Өйткені түздің адамы ер адам, әйел адам жаңағы отбасының тәрбиесімен, отбасы мүшелерінің қамымен айналысу Мгм. қажет. Мына егер де әйел адам түзде жүретін болса, үйдің жылулығы жоғалады деген сияқты неше түрлі пікірлер бар. Мгм.
енді бұған келісетіндердің тарапы бір бөлек, келіспейтіндердің тарапы бір бөлек. Енді осы тұрғысында өзіңіздің айтарыңыз қандай? Бұл жерде біз нені ескеруіміз керек? Бірақ баланс болу керек Тез деп баланс болу керек. Иә. Енді 24/7 жұмысыңа да беріліп кетуге болмайды. Отбасыңа да көңіл бөлу керек. Бірақ енді шариғат бойынша да, бірақ ер адамның 100 мың тапқаны, например, мысалы мен доходым 1 миллион болса да, жолдасымның 100 мың тапқаны берекелі болады. Енді мен оған 100% көзім жетті. Мен қанша тапсам да кете береді ақшам, су сияқты. Ал жолдасымның сол бір 500, 600, 700 мың тауып, кәдімгідей реттеп отырады ғой, жинақтап, кәдімгідей өзім таң қалам. Бәрібір де ер адамдікі негізі көбірек жұмыс деген дұрыс. Әйел адам бәрібір енді 50% жұмысқа берілсе де, 50% отбасына деп ойлаймын. Яғни әйел адам өзінің әйелдік болмысын сақтап қалу қажет қой осы тұста. Осы қателеспесем осы бір ай бұрын осы әңгімеге қатысты бір сөз қозғалды. Сол кезде біздің енді бір ортада отырып сол жайында бір сөз қозғалып кетті. Сондағы біздің келген қорытындымыз, мына енді қазақтың дәстүрі бойынша, дүниетанымы бойынша енді айтады ғой, әйел қашанда ер азаматтан бір саты төмен тұрады деп. Енді сондағы біздің келген қорытындымыз негізі әйелдің төмен тұрғандығы, ол әйелдің дәрежесінің төмендігі емес, ол тек әйелдің инабаттылығы, нәзіктігі, биязылығы. Яғни бұл менің азаматым. Тіпті ер бала болатын болса, бұл менің балам, бұл ертеңгі әулетіміздің жаңағы беткеұстар азаматы. Біз әйел адамбыз. Еркек болғаннан кейін ер деген елдің намысы дейді ғой. Еркек болғаннан кейін өздерінің жаңағы нәзік әйелдік болмысын сақтап, содан кейін ғана бір сатыға төмен түскен деген бір қорытындыға келдік. Өйткені де тарихтың тағылымынан да білеміз, көптеген әйел адамдар бар, тарихтың арнасын өзгерткен. Зарина мен Томиристер, ежелгі сақтың дәуіріндегі, одан кейінгі жаңағы Мәншүк пен Әлиялар, Қибаз Доспанова, қан майданның ішінде қаншама жаңағы елді қорғау үшін өздерінің басын бәйгеге тіккен. Енді расымен де біздің ойымызша әйел қашанда еркекпен тең бола алады, бірақ та дәл қазақтың дүниетанымында әйелді бір саты төмен қалатын оның бойындағы ар мен ұяты да. Шариғат бойынша да солай ғой. Жалпы түйгеніміз бір осындай қорытынды болды. Енді Мөлдір ханым, мына енді кәсіп деген оңай дүние емес. Кәсіпті қолға ала отыра шәкірт тәрбиелеген оңай дүние емес. Шәкірт тәрбиелей отыра перзент тәрбиелеген оңай дүние емес. Отбасына көңіл бөлу керек оның арасында. Енді мұның барлығы оңайлықпен келмеген анық. Айдан анық, күннен жарық нәрсе. Енді мен де осы тәжірибеңізбен бөлісіп отырған кезде мен де түсініп отырмын. Енді осы жалпы мысалы сән салонын ашу болсын, немесе шетелде алған білім болсын, қандай бір қиын тұстары болды. Енді тағдырдың, енді өмір болғаннан кейін тағдырдың туралаңы бар, бұралаңы бар. Жалпы енді қандай бір қиын тұстары болды және оны қалай жеңе алдыңыз? Салонды алатын кезде бір қиындық болды, бірақ та айттым ғой, 500 теңге ғана қалтамда болды. Ол кезде 2017-те үйімді алдым. Мен енді жинаған ақшамды үйіме салдым. Ал салонды алғанға менде қаражат болған жоқ. Сол кезде кредит алдым, бір қиналған кезім сол кез болды. И жаңа салонын сатқан кезде қиналдым. 25-ші жылы. Енді ол өмірде бір құлайсың, бір тұрасың, енді өмір сонымен негізі, қызық. 25-ші жылы салонымды саттым. Клиенттердің көбі космическийде қалды, кшт-ға пока үйрету керек болды. И ол кез январь айы болды деген сияқты. Өте қатты қиналдым, бірақ та Алланың қалауымен, сол анамның мотивациясы, жолдасымның қолдауымен, Аллаға шүкір қазір реттеліп келеді. 40-ы бітіп 41 ғана қалды. Алла бұйырса осы жылы бәрі реттеледі. Енді болашақта, қазір әзірге арендада салон, бірақ болашақта арман деп айтпай қояйын, алға қойған мақсатым үлкен салон ашам. Бір 2 жылдың ішінде бұйырса. Тамаша. Негізі бұл арман дегенде түп тамыры арман болып басталғанмен негізі мақсат айналу қажет қой. Кейін соған жаңа қадам басып жету қажет адам баласы. Енді сұхбатыңызға жаңағы айтқан әңгімеңізге қарап, қашанда бір жаңашылдыққа ұмтылатыныңызды байқап қалдым. Енді осы кезде өзіңізден сұрағым келіп отыр, енді алдағы уақытта енді бұйырса үлкен бір деңгейдегі, үлкен кең ауқымдағы бір сән салонын ашсаңыз, енді қандай бір креативтілік, қандай бір ерекшелік енгізгіңіз келеді ойыңызда жүрген? Мен қазақи ашқым келеді. Қазақи нақышта. Ішін бәрін кәдімгі оюлап, қазақ қыздарына қолдап. Енді орыс тілінде бізде ақпараттар өте көп, қазақ тілінде ақпараттар өте аз.
даже сән саласынан болса да теориялардың бір әсесін іздеп табайын десең де ақпарат өте жоқ. Сол үшін мен өзімнің жеке онлайн курсымды да аштым, кірпікті ламинаттау, иә. Сол Қазақстан бойынша қазақ тілінде менде ғана ең бірінші. Өзімнің авторлық курсым. Негізі сол қазақ тілін, қазақи нақышта, қазақилықты соны жоғары дәрежеге көтергім келеді осы сән саласында. Өте керемет, негізі өте тамаша идея екен. Өйткені енді қазір енді расымен де Құдайға шүкір, мына қазақи дүниетаным, мына қазақи болмыс көптеген кәсіпкерлердің кәсібінде бір элемент ретінде орын тауып жатыр. Көптеген енді мен қаланың ішінде өзім де байқап қалам, дәмханалар немесе басқа да бір осы қаланың тұрғындарына арналған ғимараттардың ішінде жаңағы қазақы дизайн, қазақы қызмет көрсету деген сияқты енді бірден керемет бір деңгейге көтеріліп кетпесе де ақырындап дамып келе жатыр. Байырғы кезге қарағанда енді недәуір жалпы бұл бір кіріп келген кезде қазақылықтың бір иісі шығады. Оны біз де байқап жүрміз. Енді алдағы уақытта сондай бір ғимараттардың қатарына сіздің сән салоныңызда қосылып жатса енді керемет бек қуанған болар ек. Енді бұл өте тамаша деңгей ғой. Жалпы енді мына шетелде білім алу кезінде енді өзіңіз әйел адам болғаннан кейін, нәзік жан адам болғаннан кейін отбасынан, ошақ қасынан алыс жүру енді аздап бір қиындық тудыратын шығар. Шетелге шыққан кезде мен отбасын құрған жоқпын, анам екеуміз ғана. Одан кейін уже отбасын құрғаннан кейін шетелге қазір көп шығып жүрген жоқпын. Тек қана осы Алматыға барып келдім, Астанаға жолдасымен бірге барып келдім. Сөйтіп енді уже онлайн курстарды сондай ғана алып жүрмін. Қазір енді қалай айтсам болады, 100% өз жұмысымды жақсы білемін. Әзірге, бірақ енді болашақта барғым келеді. Онандай жаңа білім үйрену мақсат емес, андай қалай айтсам болады, жаңа таныстық, энергия, о жердің аурасы, өзіңнен де мықты жандармен танысасың. Сол мақсатта ғана. Бізде мысалы осы жақын арада Өскеменге келді Кентаева деген визажист, Қазақстан бойынша танымал. Атамас деген мысалы визажист. Сол кісілер келген кезде сол кісілердің курстарына бардым онлайн. Өскеменге қазір келіп тұрады сондай мықты бедел адамдар. Бәрекелді. Енді айтамыз ғой, сапардағы адам, сапарлап жүретін адамның жаңағы көкжиегі кең болады, айтары көп болады, санаға түйері көп болады деп. Енді алдағы уақытта бәлкім енді сапарға шығып жатсаңыз, тек қана сән саласын жетілдіру ғана емес, мүмкін тұлғалық даму деген сияқты тұрғыларды қарастыруға болатын шығар. Енді Мөлдір ханым, мына кеше Инстаграм парақшаңызды қарап шықтым. Енді бірден көзім түскен сол жаңағы TikTok әлеуметтік желісіндегі мына енді қазір кино саласында өте көп танымалдыққа ие болған Дариға Бадықова және де жаңағы Олжас Абай, осы әртістерге, актрисаларға бір пародия салған екенсіздер. Енді осы жөнінде айтып беріңізші, жалпы идея қалай туындады, TikTok әлеуметтік желісіне қашан жарияланды деген сияқты. Мен ол кісілерді бұрыннан қараймын, киноларын бәрін өзім сүйіп ұнайды. Дариға ханымның маған мықтылығы ұнайды. Жоқ нәрседен бар нәрсе істеп жүр. Мысалы Қазақстанның көп адамдарға жұмыс беріп отыр, өсіріп те жатыр. Енді болашақта Америкада кино түсірмекші мысалы. Оның бәрі үлкен дәреже, оның бәрі үлкен еңбек. И сол кісіден мен энергия аламын. Прям ұнайды өзім, кәдімгідей кумир ретінде ұнайды. Киносын бәрін сүйіп көргеннен кейін, клипті ютубқа түсіп көргеннен кейін жасап көрейін дедім. Заттарын бәрін алдым, жолдасым париктің бәрін алып келді. И қалай істесем, өзім ер адам болып істеймін ба, немесе Дариғаның образын істеймін ба, и ол маған ұзақ уақыт алатын болды. Балалар бар, жұмыс бар деген сияқты. Сосын мамам айттым, мама, бұл көріңізші, анашым, мені қолда көріңіз, енді сізді түс көріңіз деп. Анам айтты, білмеймін, мен қолымнан келе ме. Анамның бірінші рет түскен видеосы болды сол. Жарайды, қолдап түс көрейін деп. Басында қиын болды. Одан біз ол видеоны бір 4 сағатта түсірдік. Сосын қоя салдық видеоны. И ертеңде қарадық, видео уже кәдімгідей комментарий бәрі күшті. Сіздер осындай істей алады екенсіздер ғой, басқа қырларыңыздан байқады. И мен ол видеоны алдым да TikTokқа да қоя салдым. TikTokта да күшті. TikTokта енді қаралым өте күшті жиналды. Одан кейін Олжас мырза автокөлік сыйлаймын деді. Осы пародиямды дамытқан, өлеңімізді дамытқан кісілердің араларында и бәр адамдар түсіре бастады. Көп енді, бүкіл Қазақстан бойынша. Одан кейін осы біраз уақыт бұрын маған жазды НТК каналынан, Евразия каналынан деді, Алматыға көреміз шоуға келе аласыздар ма, сіздердің видеоларыңыз TikTokта өте үлкен қаралым болыпты, бізге сіздердікі ұнады.
мен таңғалдым, қалай Алла тағала мен дәрежемді көтеріп жатыр. 25 жыл енді қиналып, кәдімгі ондай нәрсе ойламағым ғой, енді ондай дәрежеге көтерілеміз деп. Барамыз дедік. 2 баламызды алып алып, пойызға анашым кеттік. Барып, сол жақтан квартира снимать етіп, көремізге шығып, көремізде маған үлкен үлес тиді негізі. Иә, әлбетте. Көп адамдар тани бастады. Сіздер осындай қырларыңыз бар. Одан кейін көремізден келгеннен кейін тойға шықтық. Ақылы тойға шықтық. 3 тойға шығып көрдік мама екеуміз. Ұнады, прям андай энергетикасы күшті. И сол кісілердің киноларын түсірдік. Бізге айтты енді көлікті ұтып алу үшін, өйткені мықтылар көп болып кетті ғой. Енді киносын түсіріңіздер деді. Бірінші, екінші частьті қосып, үшінші бөлімді қосып, киноны түсіріңіздер деп, сонымен достарым қолдап, мобилограф жігіт қолдап, ол кісінің идеясы өте мықты енді. Мықты. Ақжол деген жігіт, менің қазір видеоларым бәрін сол кісі түсіреді. Киномыздың бірінші, екінші бөлімін түсіріп садық. Енді киноға жарнамаларыңыз жарыңыздар деді ана кісілер. Енді бірақ та енді 22 наурыз күні белгілі болады. Мықтылар кімге бұйырады көлік. Жарнаманы түсірдік. Ол жерде жарнаманы көрген шығарсыз. Снегоходпен, Альпаға да шықтық, юбилейныйға да бардық. Күшті болды енді. Тамаша. Енді женсем де қайырмен, женбесем де қайырмен. Ол нәрсе маған басқа қырымды көрсетті. Тәжірибе жиналды, жаңадан оқырмандар қосыла бастады. Бұрынғы маған сенбеген кісілер қайтадан менімен араласа бастады деген сияқты енді. Күшті. Яғни қандай жағдай болмасын, берері көп бір жол болды ғой. Өте тамаша. Енді мына 22 наурыз енді ұлыстың ұлы күні ғой. Енді сол бір керемет қуанышты шақта қуанышыңыз еселеніп, мерейіңіз үстем болып, енді бәлкім кім білсін, жаңағы автокөліктің бір иегері болып қалуыңыз да әбден мүмкін ғой. Өйткені кешегенде видеоларыңызды қарап шықтым. Расымен өте керемет шыққан екен. Енді контенттеріңіздің сапасы өте керемет. Жалпы енді жаңа айтқандай, мына Евразия арнасы, көреміз ток-шоуы өзіңіз арнайы қонақ ретінде шақырды анаңызбен бірге. Енді бұл ауқымы кең дүние, форматы мүлдем басқаша дүние. Оның үстінде енді Өскеменде дәл енді сол мегаполистердегідей бір үлкен бір медиалық сала енді бар, бірақ енді деңгей әртүрлі ғой. Енді бір қобалжу немесе бір алаңдаушылық, қорқу деген болды. Ол жерде қаншама камера бар, қарап отырған дүйім жұрт бар деген сияқты. Әрине болды, бірақ та өз-өзіміз ұстадық, анам екеуміз кәдімгідей. Бірақ болды, енді әрине ол жердің энергетикасы өте бөлек. Айтайын деп тұрған нәрсені айта алмай қаласың екен моменттер болды. Бірақ қолымыздан келді. Күшті сұхбат болып тұр шандай. Мықты Мейрамбек Беспаевтың пародиясын жасаған жігіт келді Қытайдан. Басқа да тұлғалар келді, енді күшті. Барғаныма өте қатты қуанамын. Керемет. Жалпы енді Мөлдір ханым, біршама уақыт сұхбат құрдық. Осы подкасттың барысында енді көптеген сындарлы пікірлер айтылды. Енді осы айтылған пікірлердің ішінен менің бір аңғарған дүнием, мына енді сіз ең алдымен расымен де әйел адам болғанмен, ер адам болғанмен қашанда бір қайтпас қайсар мінез керек қой бір дүниеге жету үшін. Енді ең алдымен өзіңіздің ерік күш-жігеріңіз, сол қайтпас қайсар мінезіңіз, одан кейін мына анаңыздың, өмірлік жолдасыңыздың, туыс-туғандарыңыз, жалпы айтқанда мына жақындарыңыздың көмегімен, сол кісілердің демеуімен, қолдауымен осындай бір дәрежеге жеткен екенсіз. Енді қазірде неге екенін білмеймін, енді әркімде әртүрлі себеп болуы мүмкін. Мына туыстық қарым-қатынасты үзген, тіпті мына өзінің туған анасымен бір жөнді бір қарым-қатынаста болмайтын бір адамдар бар. Енді осындай бір жағдайға түсіп қалмас үшін қандай бір кеңес айтатын едіңіз? Жалпы енді мына адаммен мәміле деген өте маңызды нәрсе ғой. Ол мейлі туыс адам болсын, мейлі басқа адам болсын. Енді бәріміз бір қоғамда өмір сүріп, бір көк аспанның астында тіршілік еткеннен кейін әркімнің адамдармен мәмілесі дұрыс болуы тиіс. Жалпы енді осы тұрғысында айта кетсеңіз, отбасы мүшелерімен жаңағы ортада бір сүйіспеншіліктің, қашанда бір қолдаудың пайда болуы үшін, жылылықтың пайда болуы үшін жалпы не істеу керек? Ол енді үлкен мәселе негізі, ол отбасы деген. Енді отбасынан артық сені кім қолдайды, кім жақсы көреді? Мысалы, анаңнан, жолдасынан, балаларынан артық, Әрине мен осы шоуды қойдым ғой, көреміз шоуды неме бір, заттардың бәрін, видеолардың бәрін. Әрине мен нағашы туыстарым бәрі қолдап жатыр. Кіндік шешем, құрбыларына жіберіп, мен даже дін жағынан алатын болсақ та,
Алла тағаланың ең ұнатпайтын нәрсесі туыстармен андай үзген, қарым қатынасты үзген ұнатпайды. Бұл өте дұрыс емес деп ойлаймын. Қандай қиналып тұрсаң да сен бәрі туысыңа барасың ғой. Мысалы той болса да туысың қолдайды ғой, өлім болса да туысың жинап береді. Басқа бөтен кісілер мысалы үшін бөтен кісілерді қолдайды, енді мен айтпаймын қолдамайды деп, бірақ туыстармен қалай айтсам болады, араласып тұру керек. Қазір енді көп адамдар араласпай кетті, байқаймын, бірақ ол тәрбие деп ойлаймын. Отбасының, аналарының тәрбиесі айту керек деп ойлаймын. Аралас, мысалы үшін бір-біріне қонаққа барыңдар. Бұрын қалай болатын, мысалы бұрын бара беретін ғой аналарымыз, мысалы үшін біз бала болып келген кезде көршілер болсын келе беретін. Ал қазір біреудің үйіне барып қалса қорқып отырады ғой. Расымен де қазіргі қоғам бір жылдан айырылған сияқты. Мейірімділік жоқ. Мейірімділіктен айырылған секілді. Мына енді байқаймыз ғой, әсіресе ауылды жерлерде, мысалы анамыз дүкенге кетіп бара жатып, жолда көршінің үйіне кіріп бір шыны аяқ шай ішіп кетеді. Енді бұның өзі негізі сырт қарағаннан бір күнделікті өмір көрінгенмен негізі бір жақындастық, жанашырлық, бір қамқорлық қой. Мына көршілер көрінбей кетті, бір екі күннен бері байқамадық, аман есен бе екен, барып қайтайық деп жаңағы түнделетіп болсын шығып кетеді кейбір кезде ата-анамыз. Енді бұның барлығы негізінен түп тамыры сол тәрбие, жанашырлық, біреуге деген жаңағы енді адам өзінің қара басын ойлап жүре бермей, мына маңайымдағы адамдар жақындарым не болып жатыр екен деген бір адамның ішінде бір іңкәрлік сезімі ғой енді расын айтқанда. Енді қазіргі қоғамда енді кім білсін, бұған енді әсер ететін фактор өте көп. Енді адамдардың бір-бірімен аралас құраластығы енді азайып жатыр. Енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, бұның бәрі тәрбие деп. Енді осы тұрғыда дәл мына туыстық қарым-қатынасқа келген кезде өзі қазақ халқының бір ағайынға деген ақ көңіл, ақ жүрегі бір бөлек қой. Мына енді басқа ұлттарды бір-бірімен қас деп қараламаймыз. Бірақ енді дегенмен қазақты мына кішкентай күнімізден осыған үйретеді. Мысалы ағайындармен тату бол, ана ағаңның баласын ренжітпе, мына жаңағы бауырыңның, қарындасыңның жаңағы қашанда қорғаны бол деген сияқты. Енді бұның барлығы сол түп айналып келгенде осы туыстық қарым-қатынасты үзбеңдер деген бір үлкен бір насихаттың бір бауырында жатқан нәрсе сияқты. Енді бұл да енді сіздің жетістігіңізде, кәсібіңізде өте маңызды. Өйткені енді байқап отырғандай, кәсібіңіздің де түп тамыры сол анаңызбен бірге байланысты екен. Өте керемет бұл енді расымен де жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, қашанда анашыммен бірге бір қызмет қылатын бір кәсібім болса деп армандадым деп. Енді қазіргі мына айтып жатыр ғой, көп бір филологтар айтып жатыр, философтар айтып жатыр, адам армандайды білу керек деп, дұрыс армандай білу керек деп. Енді сіздің арманыңыздың дұрыс болғаннан кейін қазір бір анаңыздан бір елі алыс кетпейтіндей бір енді керемет бір жағдайда жұмыс жасап жатыр екенсіз. Енді бұл енді тамаша. Жалпы енді Мөлдір ханым, мына енді сән салонын аштыңыз, кейін енді жаңағы мына Инстаграм желісін қазір қолға алған екенсіз. Қолға алып, контентті сапалы түрде дамытып жатырсыз. Енді кеше байқап қалдым, бірнеше брендтермен жаңағы жарнамалау қызметін ұсынады екенсіз, және де амбассадор болу қызметін жаңағы ұсынып жатырсыз. Енді осы туралы айтсаңыз, жалпы бұл жарнамалау қызметі басқа бір брендтермен бір байланыста болып қашан басталды, және де қазіргі ахуалы қандай, табыс көзі жағынан ахуалы қандай? Жаңа айттым ғой, 25 жылы біраз қиындықтар болды. Сол кезде өзім тағы да бір қолдан не келеді, қай жағынан ақша тапсам болады деп ойладым. И парақшамды дамыта бастадым. Рекламаларымды ұсына бастадым, мен реклама аламын деп. Ақырындап 50 мыңдап, 60 мыңдап рекламаларымды алай бастадым. Ол да маған ақша алып келді бір талай. Қазіргі таңда көбінесе косметикалармен. Өзімнің жұмысыма байланысты болғандықтан, қыз-келіншектер бюджетіне қандай алса болады, мысалы үшін тиімді бағада, міндетті түрде андай қымбат зат емес, арзанның да сапалы дүниесі бар. Соны үйреткім келеді қыз балалар. Көбі қымбатқа қызығады да, соны дұрыс қазақ тілінде түсіріп, сондай видеолар қазір көбінесе қоямыз енді. Ал амбассадор болған байланысты болсам, Өскемен қаласында, осы АДК-да, 2-ші қабатта Динар дүкені киімдерінің, соны амбассадоры болдым. Анашым екеуміз сол жерде модель болдық. Өзімізге өте қатты ұнады. Басқа қырмыздан да байқадық ол жерде. Бірақ та қазіргі кезде көбінесе фокусты өзіме қоя бастадым. Өзімнің оқуларыма, тағы да онлайн курстар түсіргім келеді қазақ тілінде.
және де өзімді личный брендімді дамытқым Жеке келеді. бренд ретінде Жеке брендімді дамытқым келеді. Ақырындап андай өзімнің материалдарымды деген сияқты ойлайсың, андай қолжетімді бағада болса екен, андай өзіңе ғана пайда емес, басқа адамдарға да пайдалы болатын дүниені. Егер де өзіңе болса, Алла Тағала да оны құптамайды. Керісінше адамдарға пайдалы болатын дүниені ойлау керек. Адамдарға көп пайдалы болсаң, Алла Тағала несібесін саған былай да басқа жағынан да бере салады. Сол үшін рекламаны да ала бермеймін, бәр рекламаны. Арасынан өзімнің парақшама келетін айына бір реклама болсын ғана алып отырам. Басында енді 25-те ала бердім, қазір өйтіп көп алмаймын. Қазір жеке өзімді дамытып жүрмін. Яғни қазір қоятын бір белгілі бір талаптарыңыз бар ғой, иә? Тамаша. Енді бұл енді жарнама ісі қазір енді бұл қоғам ішінде, мына әлеуметтік желіде өте көп енді ілгерілеп кеткен нәрсе ғой. Ілгері дамып келе жатыр қазір енді түрлі брендтерді бір ерекше креативті тұрғыда жарнамалап жатады енді. Қазіргі таңда енді мына өзіңіз жұмыс істеп отырған ең бір таңдаулы бір қалай айтсақ табысы да өте жақсы деңгейде болған. Оның үстіне мына әлеуметтік желідегі деңгейіңізді көтерген бір жақсы бір жобаларыңызбен бөлісе кетсеңіз бір жұмыстармен. Жобалармен осы көреміз шығар. Содан күшті кетті. Ең жоғарғысы осы ғой. Иә. Дариға Бадакамен пародияны жасаған сол жақсы кетті. Одан кейін образдар қазір жасап жүрмін ғой. До макияж, одан кейін преображение. Сосын осы жақында мешітте пол жуатын апайға преображение істеп бердік. Сон әр жұма сайын бір жанға сондай сыйлағым келеді. Мысалы, шашын бояп берем тегін, тырнағын бояп берем, услугалардың бәрін істеп берем, массажына дейін. Бірақ Алла разылығы үшін. Сол үшін адамды қуанту мақсаты. Өте тамаша. И ол кісі өте қатты қуанып, батасын беріп, өзіңде ішкі жан дүниең қуанып тұрады. Бірақ ол енді 1-2 сағат уақыт кетпейді, оған кем дегенде бір күніңді арнайсың. Бірақ Алла Тағала бірақ басқа жағынан беріп жатыр. Сондай да қазір қосып жатырмын көбінесе преображение. Өте тамаша. Мына енді айтып жатасыз ғой, мына бұл сән саласының бірден бір жақсы бір жері мына адамдардың алғысы ерекше әсер етеді деп. Енді мына бір кішкентай жақсылықтың өзіне бір алғысын жаудыртып жатса, бір адамның өзінің ішінде бір жылулық пайда болады ғой. Енді бір рет жақсылық істегеннен кейін, осындай бір керемет ілтипатқа бөленіп отырғаннан кейін, адам ары қарай да батасын алғаннан кейін, оның үстінде бір қазақ халқы білесіз ғой енді. Дами бергің келеді. Иә, алдыға қарай қимылдап, әрмен қарай бір жақсылық істеп, бір құштарлық деген оянып тұрады. Енді бұл да менің ойымша осы әрмен қарай қимылдауға үлкен бір мотивация сияқты. Енді бір қойғым келетін сұрақ, мына енді көбінесе сұхбатымыз мына қыз-келіншектер турасында өріп жатыр ғой. Мына енді қазір қоғамда кейбір бір әйел азаматшалар бар, былай деп айтады, мына енді қазақтың қыз-келіншектері бір қазіргі таңда өжеттілік жоқ оларда. Мына біз неге батыстың жаңағы әйел азаматшалар сияқты саясат болсын, жаңағы экономика болсын, мына медиа саласы болсын, сән саласы болсын, неге біз осындай бір деңгейге әйел азаматшалар көтерілмейміз? Неге қазақтың әйел азаматшалары жаңағы бір үйдің маңайында, отбасының шаңырақтың ғана маңайында қалып қалу керек деген бір пікір бар. Және де тағы да бір пікірлер бар. Мен бұл пікірмен мүлдем келіспеймін. Қазіргі қазақтың әйелдері өте мықты. Қазіргі қазақтың әйелдері бесаспап. Олар білімді, олар жаңағы өзіне де мән бере алады, отбасына да мән бере алады, қоғамға да пайдасын тигізе алады. Қазіргі әйелдер кәсіпкер, қазіргі тіпті мына мемлекеттік құзырлы органдарда жаңағы үкім шығарып отырған әйел кісілер бар деген сияқты жаңа қарама-қайшы пікір айтады. Енді өзіңізден бір сұрағым келетін дүние, мына қазіргі қазақ әйелінің болмысына беретін бағаңыз қандай? Енді қазір сіз орта буынсыз. Өзіңіздің алдында үлкен буын бар, және сізге дейінгі жастардың буыны бар. Енді осыларға қандай баға бересіз? Қазіргі қазақ әйелінің ахуалы қандай жалпы қоғамда? Қазақ қыздары мықты. Мен енді қазір өзім араласып келем ғой, міне бізде Аруана дамыту орталығы бар, осы Өскемен қаласында. Біз көбінесе қайырымдылықпен жұмыс жасаймыз. Осы Алла бұйырса, көп отбасыға, мен айтпай қояйын қанша екен, көп отбасыға тамақтарын да апарып береміз, былай да көмектесеміз, өз-өзін таба алмай жүрген жандарға да көмектесеміз. Психологтарымыз да бар, көп жұмыс істейміз, енді оны бірақ айта бермейміз.
оны көп айтудың да қажеті жоқ. Әйел адамдар мықты деп ойлаймын. Енді өзімнің көріп жүрген ортамдағы әйелдердің бәрі мықты. Балаларын да қарайды, жалғыз басты аналар да бар. Үйлерін де алады, балаларын үйірмелеріне де апарады, жұмысын да істейді, өз-өзін де қарайды. Керісінше қазір бұрыннан қарағанда мықты. Керемет. Енді жаңа айтып қалдыңыз, менің ортамдағы әйел азаматшалардың барлығы мықты, қолынан іс келетін әйелдер деп. Енді мына айтады ғой, адамның ортасы өзінің қалыптасуына жаңағы тигізетін әсері мол деп. Енді осы пікірмен келісесіз ба? Кейбір адамдар енді айтуы мүмкін, ортаң қандай болса да, мәселен енді ортаң бір нашар орта болып, бірақ дегенмен бәрібір де ол сенің бауырың, туысың болып тұрса, менің ортам сондай екен деп сол жаққа қарай ығысып кетуге болмайды. Ортаң жақсы болсын, жаман болсын, ең бастысы өзің жақсы болып қалсаң болды, бірақ та ортаның оған тигізетін әсері жоқ деп айтады. Жалпы енді осы пікірге қатысты өзіңіздің ойыңыз қандай жалпы осы орта Жоқ, енді тұрғысында? әр адамға өзіне енді әрине өзін бірінші қолға алу керек, бірақ орта байланысты деп ойлаймын. Ортаны дұрыс таңдау керек. Мысалы үшін Аруанада бізде көбінесе 35-40 жаста, 50 жастағы өз орындарын тапқан ханымдар. Біреуінің сән саласына мықты, біреудің өзінің стоматологиясы бар, біреу мұғалім, әр түрлі сала. Бірақ сол жандарға қараймын да, неге осы кісілер сияқты болмасқа? Бәр жағынан мықты. Әлбетте. Тірі байлықтары да күшті. Қалай айтсам болады, жұмыстарын да алып жүр, адамдарға көмегін де аямайды. Ондай ханымдармен бірге жүргеннен кейін маған төмендеуге болмайды. Яғни Орта байланысты. ортаңыз мықты болғаннан кейін өзіңізден мықты боласыз. Адамдарды негізі энергиясы келетін адамдарды таңдап араласқанда дұрыс қазіргі таңда. Айттыңыз ғой, андай орта бұзып жіберу мүмкін ба? Бұзып жіберу мүмкін. Әлбетте. Өйткені енді мынандай да бір сөздер бар ғой, мысалы, бір ортада бір 2 миллионер болса, 3-ші миллионер сен боласың. Немесе бір ортада жаңағы бір қолынан іс келмейтін адам болса, 3-ші адам сен боласың деген сияқты. Яғни ортаның да маңызы өте зор ғой. Енді жаңа айтып қалдыңыз, осы Аруана бұл қоғамдық бірлестік қой, Былтыр енді бір оқиға болды, дәл осындай Рамазан айы болатын. Қалаға енді ғана беттеп келе жатқам, жолға шығып кетіп қалаға енді келе жаттым. Бір таныстарымыз хабарласып, Бекарыс бүгін ауызашар болады екен, бір қоғамдық бірлестік беріп жатыр, соған келіп сен де қатыс деп айтты. Мен келісім бердім, тура Қадыр түні болатын, дәл Қадыр түні болатын. Сол күні барсам, сол жаңағы өзіңіз айтқан Аруана қоғамдық бірлестік екен. Сол жаңағы залға кірдім, басы қасында жүрген адамдардың барлығы әйел кісілер. Сол жаңағы қоғамдық бірлестікке мүшелік ететін адамдар, енді кейіннен біліп жатырмыз, педагогтар, кәсіпкерлер, блогерлер, тағы да басқа саланың жаңағы бір белгілі бір тұлғалар екен. Бәрі кәсіпкерлер. Дастархан басына жайғасып, енді аузымызды ашып отырғаннан кейін ішімнен бір керемет қуанып қалдым бір жағынан. Өйткені енді шынымды айтайын, өскеменде бұндай керемет кең ауқымдағы бір қоғамдық бірлестіктің бар екенін, және де сол бірлестіктің басы қасында жүрген мықты әйел азаматшалардың енді бар екенін басында білмеген екем. Былтырдан бері таныспын, өте керемет негіз нәтижелері. Барлығы да бір кәсіптің тұтқасын ұстаған. Қарапайым. Ең бастысы қарапайым. Әлбетте, қарапайым. Жаңағы тасыдым екен деп, байымын деп тұрмайды. Тасыдым екен деп бір асыра сілтемей, керісінше өзіме ғана бола бермей, өзгеге де болсын. Енді тура сол ауызашар мына студенттерге арналған болатын. Әртүрлі жоғары оқу орындары бар, колледждері бар, енді студенттерге ауызашар ұйымдастырып берген екен. Өте керемет. Сол былтырдан бері көзім шалған болатын. Енді сол кезде де өзім кереметте бір ойға қалғам. Енді ол әйел азамат деп айтамыз, нәзік жанды дейміз, бірақ та бұл өмірдің күресіне келген кезде әйелдің нәзіктігі, әйел адам сол нәзіктігін бір ысырып қоя тұратын сияқты. Өмірмен күреске аламанға түскен кезде барынша қайтпас қайсар мінезін көрсетіп, ал отбасында жаңағы перзенттерінің алдына келген кезде, ер азаматтың жанына қолдау білдіретін кезде, жаңағы өзінің нәзік болмысын сақтап қалады екен. Нағыз ізгі әйел деген жалпы негізі осындай екен бір түйгенім. Енді керемет. Бір қойғым келген сұрақ, жалпы енді қазір Құдайға шүкір белгілі бір деңгейдегі танымалдылыққа ие болдыңыз. Енді бұл танымалдылықты көп адам ойлап жатады, танымал болған керемет екен, көшеге шықсаң жаңағы елдің бәрі танып жатады да қаласын білдіріп жатады. Енді
танымалды болған бір керемет шығар деген бір енді менің ойымша бұл таяз пікір сияқты. Не нәрсенің өзі бір екі жағы болады ғой, таяқтың екі ұшы болған сияқты. Мына танымалдылықтың бір ұтымды тұстары және де аздап бір қиын тұстары қандай жалпы өзіңіздің өмір тәжірибеңізде? Енді қалай айтсам болады, қатты бүйтіп танымал деп айта алмаймын өзімді. Мен енді қалай өте қарапайым болғандықтан бүйтіп танымалмын, ойбай мені бәрі таниды деп, мысалы көп айтады, мә сіздер енді уже мықты дәрежеге дейін жеттіңіздер ғой деп, бірақ мен өзімді олай бүйтіп неместемеймін. Бәрі Алланың беріп отырғаны. Яғни адам ешқашан өзін бір өзгерден жоғары қоймауы тиіс Жоқ, қой. олай мен есептей алмаймын. Мына енді жалпы мен өзім де шығармашылыққа жақынмын. Мына шығармашылық саласындағы үлкен бір майталмандардың өмірінде болған оқиға екен. Жалпы бір суретші адам халықтың бәрі мақтап, мадақтап, сіз керемет суретшісіз, сіздің жасаған әрбір туындыңыз шедевр, сіз жаңағы керек десеңіз кез келген суретшіден артықсыз деп жаңағы мерейін асыра берген ғой. Бірақ та сол суретшінің өзінен бір журналистіне сұхбат алып отыр. Айтады, мына туындыларымның көпшілігі өзіме ұнамайды дейді. Кереметтей бір қылып әспеттейді жұрттың бәрі. Бірақ та мен бір осы танымал бір жұрттың арасында керемет танылғанның бір қиын жері өзіңе бір көңілің толмай тұрады. Әттегене мына суретімнің мына жерін былай қылғанда, мынаның мына бояуын былай қылғанда деп тұрам. Бірақ та жұрт жақсы қабылдайды. Бірақ та адам жұрт жақсы қабылдады екен деп, мен сондай бір керемет екенмін деп кербезденіп кетуге болмайды деп айтады. Енді сіздің де жағдайыңыз осыған сайып келетін сияқты ғой жалпы негізі. Көңілім толмай тұрады менің. Иә. Яғни былай деп айтады, шығармашылықта азғындалып кеткен адам, жаңағы азып кеткен адам, ол өзіне көңіл толатын адам дейді. Яғни бір нәрсем керемет екен деп соған бір қатты сүйеніп, соны бір тіреуіш қылып, сүйеніш қылып отырса, мысалы бір туындысын, яғни өзіне өзі ерекше бір 100% көңіл толып отырған адам шығармашылықта азғындалып кеткен адам деп жалпы есептеледі екен. Енді тура осы пікір менің ойымша енді өзіңізге дәлел болып отырса, шығармашылық қана емес, жалпы өмірімізді қамтитын бір керемет қағида сияқты. Жақсы. Енді мына отбасы хақында жаңа сөз қозғадық қой. Жалпы енді бұл отбасында қазір енді жаңадан тұрмыс құрған қыз-келіншектеріміз бар. Немесе енді ғана бір шаңырақ көтерсем деп жүрген жастарымыз бар. Енді соларға бір айтар кеңесіңіз болса. Енді біздің подкастымызды көптеген көрермендеріміз қарайды. Арасында осындай бір түйткілді сұрақ көкірегінде тұрған бір жастарымыз да болуы мүмкін. Жалпы соларға бір үгіт насихатыңызды айтсаңыз өзіңіздің түйгеніңіз бойынша. Енді отбасы құрғанда әрине отбасында плюс-минус жерлері болады ғой. Енді екі адам, мысалы, ол кісінің өзінің, мысалы үшін қалай айтсам болады, өмірге деген көзқарасы бөлек. Мысалы, мен өмірге деген өз көзқарасым бөлек. Бірақ бір-бірін түсініп шыдау керек деп ойлаймын. Ортада бала болғандықтан қиын моменттер болады, әрине ол өмір болғандықтан, кейде келіспей қаласын. Бірақ ажырасуға бармау керек деп ойлаймын. Бала болды ма, бір-бірін түсініп, бір-бірін бағалап, одан да келіп бір-бірімен сөйлесу керек. Мысалы үшін қазіргі таңда көп психологтар көбейіп кетті. Қалай айтсам болады, балалық кездегі травмамен анаңа, әкеңе ренжіс, мен ол нәрсені құптамаймын. Білмеймін, мен өзім құптамаймын. Анаң да, әкең де шамасы келгенше қолында барын берді. Мен сөйтіп ойлаймын. Көп адамды тыңдамай, керісінше Алламен байланысты дұрысталған дұрыс па деп ойлаймын. Иә, осыған қатысты айтылады ғой, мына енді Аллаға жақын болу керек. Ата-анаң қолыңда тұрып, ата-ананың разылығын ала алмасаң, сенен асқан жаман адам жоқ деп. Яғни ата-ананың разылығын алу, өзіңнің отбасы мүшелерінің разылығын алу өте маңызды. Мен айтпаймын енді психологтардың бәрі бірдей деп, жоқ, мықты мамандар да бар, топырақ шашпаймын. Бірақ та өте көп болып кетті қазіргі таңда. Сол жағын енді мен мысалы үшін қазір енді көп ішкімен ондай нәрселерге бармаймын да, өзім неместемеймін да, өз-өзімен ғана жұмыс істеймін. Яғни жазам, мысалы үшін, жылағым келсе жылап аламын, мысалы үшін. Көбінесе енді қазір қасиетті Рамазан айы, одан да көбінесе дұға жасап, Алламен байланыс болса дұрыс болады. Сол қайырлы болады. Негізі мына өмірдің сынақтарында немесе бір қиын таңдау болған кезде кейде білмей тұрамыз ғой, қалай әрекет жасау керек екенін. Енді барып психолог мамандарға жүгінеміз, немесе басқа да бір жақындарымызбен бөлісеміз деген сияқты. Бірақ та асықпай бір ойланып қарасаңыз, сонау адамның терең жанының ең бір түбінде
бір адамның табиғаты шын мәнінде қай жолдың дұрыс екендігі, қандай іс-әрекеттің дұрыс екендігін негізі біліп тұрады. Иә. Бірақ та сонау Шыдамай кетеміз. жүректің түкпіріндегі дауысты естімейтін сияқтымыз кейде. Сол үшін енді расымен де қазір көптеген психолог мамандарымыз бар, көптеген жаңағы ішінде біліктілері бар, көптеген адамдарға көмегі тиіп жатқандары да бар. Бірақ енді дегенмен ол өзге адамның аты өзге адам ғой. Бәрібір өзіңнің жағыңда дәл өзің сияқты ешкім бола алмайды. Сол үшін енді бір айта кететін дүние, басқалардың әсерінен бұрын, ықпалынан бұрын адам өзінің ішіндегі бір үнін естіп алу керек сияқты. Шынымен мен нені қалаймын, маған не қажет деген сияқты. Өте керемет. Енді мына жаңа басында айттық, қыз-келіншектеріміз кәсіп болсын, саясат болсын, қай салада да өздерінің орнын таба алады деп. Енді тағы да бір мәрте айта кетейік, көрермендеріміздің арасында қыз-келіншектеріміз әсте, олардың саны өте көп. Және де араларында бір кәсіпті бастағысы келіп, бірақ та іштегі бір үрейді жеңе алмай, немесе бір сенімсіздікті жеңе алмай, тіпті енді өмір болғаннан кейін кейде айналамыздағы адамдардың өзінде оң әсерінен бөлек теріс әсері де бар ғой, немесе айтуы мүмкін, негізі бұл кәсіпті қолың алғаның бекер, ертең мысалы мынандай жағдай болып қалса, жаңа күнің не болады деген сияқты бір кері тартпалық болуы да мүмкін. Енді сол бір қыз-келіншектерімізге айтатын бір дүниеңіз болса, бір тәліміңізбен бөлісе кетсеңіз, яғни бір істі бастаймын деп, бірақ та бірдеңе кедергі болып, бір тартыншақтап жүрген қыз-келіншектерімізге бір бойларына қуат беріп, бір демеп қойсаңыз. Жоқ, бастап көрген дұрыс деп ойлаймын. Андай, ой, бастайын ба, менің қолымнан ол келе ма, ой, мен ол жүрмей қала ма, істей алмай қалам ба емес, бастап көру керек. Одан кейін ары қарай уже көресіз. Өзі рет-ретімен болатын нәрсе болады, болмайтын нәрсе болмайды, сол жерде болмайды. Яғни бастамай кері қайтып кеткеннен қарағанда бастап көрген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені өкініш болмайды ғой. Бастамай кетіп, кейін сол істі қойып қойғаннан кейін бәлкім басқаларында қандай болар еді, әттеген-ай, жаңағы заманның түзу шағында қолымда бір дәулетім барда бастап кету керек еді дегенде бір ойлар туындауы мүмкін ғой. Расымен енді осы тұста да біздің көрермендерімізге айтарымыз, қашанда бір батыл мінез болу қажет. Енді бұл өмір болғаннан кейін адамның ішінде бір қайсарлық деген дүние болуы тиіс қой. Енді мінекей бүгінгі біздің қонағымыз да осы бір дүниелердің бір айқын дәлелі болып отырған сияқты. Жалпы енді Мөлдір ханым, осы бүгінгі подкастқа келіп, сүбелі сұхбатыңыз үшін, сындарлы пікіріңіз үшін сізге көп-көп рахмет. Енді жаңа өзім айта кеткендей, бұл Өскемен қаласындағы мына көгілдір экранға жол тартқан көрермендер үшін дайындалған қазақ тіліндегі біздің алғашқы шығарылымдарымыздың бірі. Мінекей бүгін мұрындық болып өзіңіз келіп отырған екенсіз. Енді бұл да бір қазақ тіліндегі контенттің, қазақ тіліндегі мына медиа саласының дамуына бір теңізге тамған тамшыдай болса да бір үлкен үлес деп есептейміз. Енді өзіңізге алғыс білдіре отыра, осы біздің серіктестеріміз ұсынған бір сыйлықтарымызды ұсына кетсек, бұл Оксфорд Тим лингвистикалық орталығының сертификаты. Кейін өздеріңіз барып, енді жаңағы енді сіз айтып жатырсыз ғой, жолдасым жақсы көреді тіл жағын. Жаңашылдыққа құштарсыздар, жолдасыңызға берсеңіз болады. Енді тіл деген енді өте үлкен мүмкіндіктің көптеген жаңағы қайнар көзі ғой. Енді осы орталыққа барып тіл үйренемін десеңіздер мархабат. Және де біздің тағы да бір серіктестеріміз мына қызық шекілдеуіктері. Енді жаңа айтқандай отбасыңызбен конкурсына қатысқам. Өте керемет. Осы емішкеден корона жасағанбыз. Енді мына отбасыңызбен жаңағы көп уақыт өтесіз ғой. Бір керемет фильмнің үстінде таптырмайтын дүние ғой, негізі шекілдеуіктер деген. Және де мына Эмиль фирмасының өнімдері, бұл да біздің жаңағы серіктестеріміздің бірі. Өзіңізге арнайы сыйлығымыз, үйіңіздегі балапандарымызға, бүлдіршіндерімізге апарып ұсынсаңыздар болады. Көп рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі біздің подкастымыз тәмам. Подкаст барысында көптеген ойлар айтылды. Өздеріңізге қажетті дүниенің барлығын қойын дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар деген сенімдеміз. Бізде бүгін қонақта болған Мөлдір Асқарқызы, нөлден бастап өзінің жеке брендін дамытқан көптеген әйел азаматшаларға, енді менің ойымша тек әйелдерге ғана емес, жалпы осы Өскемен қаласының тұрғындарына өте үлкен үлгі өнеге бере алатын қоғамдағы айтары мол азаматшылардың бірі деп есептейміз. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Қадірменді көрермендер, келесі кездескенше аман сау болыңыздар, жандарыңыз жақұтқа, өмірлеріңіз бақытқа толсын. Амандықта болыңыздар. Сау болыңыздар.